Сәлем жолдадық. Бүгінгі дайындайтынымыз таңғы ас балаларыма қолданылатынымыз біздің лаваш, ірімшік, шұжық, жұмыртқа. Алдымен енді лавашты дөңгелетіп күйіп алуымыз керек. Ол үшін менің өзімнің шаблоным бар. Шаблонмен күйіп аламыз қазір. Міне әп-әдемі болып түсіп алды. Мына жағынан қазір бір-екі рет шығу керек. Жетпеген жерін ана қиқымдарымен өзімен қосып саламыз. Оның ештеңесі жоқ. Мына бізге керек болады. Қоя тұрайық. Әзірше жеткілікті. Енді ірімшігімізге кірісейік. Ірімшікті ұсақ қылып өткізіп алуымыз керек. Көмекшілерім дайын ба екен менің? Жеткілікті деп ойлаймын. Қойсайық. Енді шұжыққа кірісейік. Бұл шұжық халал шұжық. Айта кетейін деген. Көмекшілер оянып жатыр. Тұр ма? Тұрды көйлектерін киіп. Бет оған жоқ. Оларға да жұмыс қалды керек қой. Сонымен міне шұжықты да кесіп болдық, турап. Қазір енді бүкіл жұмысымыз ана электр плитаның үстінде өтеді. Алып келейін бе көмекшілеріңді? Әкелгесіңді. Араластыруға болсасын. Вообще маңызды араластырылады уже. Жұмыртқаны жарамыз. Отты азайту керек. Әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Көп салып керек жоқ. Азырақ қана саламыз. Екіншісінен жабамыз. Мүмкін енді адан ұсақтау керек шығар, лопатка. Ұсақтау лопатка керек пе? Соны ойлаймын. Қызыл. Уақыт беру керек шығар. Не керек? Сала қояды. Табаның бетін жақпаймыз қақпақпен. Не десеңізді қақпақпен жауып қоятын болсақ, бұл боланақтағы мынау бұлжырап піспей қалады. Азырақ кішкене отқа тию керек, ыстыққа. Мұнда қарап отырсаңыздар, міне осындай болу керек. Екінші партияға кеттік міне. Әдем болып шықты. Шұжық қосамыз. Үстінен ірімшік. Ешқандай қиындығы жоқ. Екінші лавашпен жабамыз. Қол үйреніп қалған, ыстыққа да шыдап кетеді екен бұл. Міне. Сапсар болды да. Жақсы. Әдемі болды.
Май көбірек болған жақсы сонда? Май, көрдің бе, май өте көбірек болса тоже как-то әдемі болмай қалады. Жаңағыдай. Болса бір 5-10 минуттың ішінде дайын болады. Азырақ қана май құйып жіберуіміз керек. Көп болғаны өте жөнек. Так, енді мынаны қосамыз енді. Осылай міне маңдай терімізді сүртіп қойып, балаларымызға, немерелерімізге таңғы асты әзірлеп, азырақ қана қалды қазір енді. Ана жақта жүргендер де дайын. Жеуге дайын. Жеуге дайын. Істерін тазалап. Ох, қандай керемет. Ne жерде балалардың пайдалы тамағы пісіп тұр, манный кашасы. Ал. Бірінші міне. Жанияға бұның ішінде барлығы бар. Екінші. Жанияға Рахмет деп айтты. Қазақша айт. үшінші міне балама. Рахмет. Рахмет. Қызым саған. Рахмет. А мынау үлекей екеумізге. Балалар бәрі жеп бітірмейді, маған жетеді. Ал, астарың дәмді болсын, жей беріңдер. Көп рахмет. Көп рахмет. Ал, кәне дәмін көріңдер. Қызым? Жей. Солай сылап кесе бер. О! Көрші. Айжан сияқты тұру керек не? Секундай. Мен саған ортасын берейін. Тәтті болады. Нағыз ортасы тәтті болады. Дәмді ме? Балалар дәмді ме? Дәмді, өте дәмді. Ей, алтындарым.